Армысыздар, мен есімі Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі заңгермен сұхбатымдағы үшінші шығарылым автоломбардтың, микроқаржы ұйымдарының, сондай-ақ онлайн займдардың былықтары, жалпы олардың жаңағы қызметтері жайында болады. Қызық болады деген ойдамын, себебі онлайн займдарға алданып жүрген халықтың да саны өте көп. Алданбас үшін не істеу керек? Және де сондай-ақ егер де сіздердің машиналарыңыз автоломбардқа өтіп кеткен жағдайда не істеу керек, нені білу керек? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын заңгер береді. Қараңыздар, мұқият тыңдап жазып алыңыздар. Микроқаржы ұйымдардан мысалы алынған кредит. Олардікі де осындай банк секілді ғой? Банк секілді емес, оларға қазір мынау мемлекет тарапынан емес, осы жаңа жылға дейін ұлттық банк қадағалайтын оларды. Бірақ мынау 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап кішкене атауы өзгерді, есімде жоқ, қазір агентство по регулированию финансового надзора ма сондай. Ұлттық банктың қасынан ашылды. Ұлттық банктың қасынан осы онлайн займдар мен автоломбардтар және микрофинанс организацияларды қадағалайтын орган ашылды. Осы 1 қаңтардан бар 2000 жыл. Олардың қазір мынау жаңа заң жобасы талқыланып жатыр. Соған орай осы онлайн займдар мен автоломбардтар жаңағы барлық мынау пайызға несие беретін заңды тұлғалардың барлығын микрофинансовый организацияның төңірегінде сол заңның қол астына алайын деп тұр. Неге? Себебі мына онлайн займдар мен автоломбардты жаңа заңды тұлғалар деп жүріп жатамыз ғой. Заңның негізі тұлғалар мен жеке тұлғаларға егер ол банк немесе микрофинансовый организация немесе ломбард болмайтын болатын болса, онда пайызға ақша беруге заңмен тыйым салынған. То есть кез келген жеке тұлға немесе заңды тұлға отырып алып ақша таратпайды пайызбен, қайтарасың маған деп. Ол үшін ол жаңағы банк болу керек, микрофинансовый организация болу керек, немесе ломбард болу керек. Болған еді осы 16 шілдеге дейін 2018 жылдың. Бірақ мынау азаматтық кодекске өзгеріс енгізді. Осы 16 шілдеден бастап 2018 жылдың оларға сондай құқық берілді. Яғни заңды тұлғалар пайызбен, яғни жеке тұлғаларға несие бере алады деген. Бірақ енді бұл жерде де жаңағыдай қарау керек. Онлайн займдар немесе автоломбардтар деген сияқты микроқаржының несі 190 күннен кейін ары қарай пениясы да жүрмейді ғой оның да. Ол да жатады ғой. Иә, ол да жатады. Потом себебі айтып тұрмын ғой жаңағыдай енді заң қарастырып жатыр. Бұларға арнайы жасалған ешқандай заң болған жоқ. Тек қана азаматтық кодекс несінде төңірегінде ғана шешіліп жатты. Және де мынау келісім шарттар 16 желтоқсанға 2018 жылдың 16 желтоқсанына дейін түзілген келісім шарттар сот арқылы жарамсыз деп әлі де табылып жатыр осы уақытқа дейін. Себебі ол ешқандай жаңағы заңға сәйкес келмейді. Олардың енді мынау қоятын пайыздары өте үлкен. Оларды жаңағы мен бір танысым хабарласты, ол кісінің жаңағы зейнеткер анасы 3-4 осындай жерден кредит алыпты несие. Онлайн займ бар, микроқаржы ұйымы бар. Енді олардың бәрі бірігіп үлкен бір сома шыққан, әрқайсысы талап етіп жатыр қайтаруды. Бұл кісілерге не істеу керек? Қалай? Бұл кісілерге жаңа айтып тұрмын ғой, егер келісім шарт егер 2018-дің 16 шілдесінен дейін түзілген болса, сол келісім шарт, онда сот арқылы бұндай келісім шартты жарамсыз деп тауып жаңағыдай алған сомасын қайтартқызады сот. Тек қана алған сомасын. Себебі келісім шарт басында түзілген кезде заңсыз болған. Сондықтан да егер 50 мың алған болса, 50 мың қайтарады. Бірақ егер келісім шарт жаңағы айтқан датадан кейін түзілген болса,
оларға өкінішке орай 100%-ға дейін қазір мемлекет тарапынан дейміз ғой, заң арқылы рұқсат беріп қойды. Яғни 50 мың алсаңыз, үстіне 50 мың қосып 100 мың қайтарасыз деген. Пенясы қанша күн өсетінін білмеймін, бірақ жаңағы айтқан 90 күн дегеніміз ол тек қана банктерге қатысты, ол банкке арналған заңда жазылған. Бұларға енді қарастырып жатыр заңды. Сонымен жаңа онлайн займдар, автоломбардтардың барлығы бір заңға бағынып, барлығы микрофинанс организация болады. Әлі заң бекіткен жоқ сонда? Бекіткен жоқ, осы 2020 жылдың шілдесінде бекітеді ғой деймін. Ал қазір сонда бұлар қандай заңға бағынады? Қазір сонда жаңағы бұл жаңа айттым ғой, жаңағы азаматтық кодекске ғана, себебі мынау автоломбардтың жағдайлары да кішкене заңға қайшы келіп жатыр. Автоломбард немесе ломбард болу үшін заң бойынша компанияның атауында ломбард деген сөз болу керек. Өкінішке орай кейбір заңды тұлғалар бұл заңды біліп тұрып, бірақ өзін автоломбард ретінде мынау жаңағы көрсетеді, солай адамдарға несие береді. Жаңағы машинаны көлікке залогқа алып несие беріледі. Бұндай келісім шарттарда сотта қазір жарамсыз деп табылып жатыр. Егер жаңағы өзгеріс енгізген датаға дейін ғана болса келісім шарттар. Одан кейін заңды тұлғаларға өкінішке орай несие беруге ешқандай да заң тарапынан қарсылық жоқ. 16 шілдеден жаңа 2018 жылдан бастап заңды тұлғалар, кез келген заңды тұлға, кез келген жеке тұлғаға 100% несие бере алады деген. Түсінікті. Жаңа айттыңыз онлайн жайында айтып беремін деп. Онлайн займды, осы онлайн займдар, автоломбардтар жаңағыдай осындай келеңсіз халыққа келісім шарт жасалғаннан бастап қарапайым халыққа тиімсіз келісім шарт жасалмақ. Күнде мынау енгізіп жатқан, заңға енгізіп жатқан өзгерістер мен толықтыруларды көбінесе байқамайды жатамыз. Себебі күнде деп айтуға болады. Күнде әртүрлі заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізіп жатады. Оның барлығын қадағалап отыруға кей кезде шамамыз келеді, кей кезде шамамыз келмей қалады. Сондықтан да бұл автоломбард жаңа онлайн займдармен жаңағыдай келісім шарт түзіп жатқан кезде көбінесе заңсыз екенін білмейді. Бірақ сол сот арқылы заңсыз деп ол келісім шартты тауып жатты. Жаңа мынау автоломбард немесе онлайн займдар болсын. Сонымен сот арқылы өте көптеген келісім шарттар жарамсыз деп әлі де тауып келе жатыр. Жаңа критерий бойынша егер 2018-дің 16 шілдесіне дейін түзілген болса. Одан кейін түзілсе, енді 100% төлейді, және де ондай келісім шарттар енді заңды. Мысалы, онлайн кредиттерде жаңағы 100% деп жазылады, жылдық мөлшерлеме пайыз. Ал бір кісі 500% екенін анықтапты. Қалай анықтауға болады, жалпы жасырын проценттерді қалай қарастыруға болады? Ол 500% дегеніміз сол не шығар? Жаңағы 2018 жылға дейін, 16 шілдеге дейін түзілген келісім шарттар шығар. Себебі одан кейін ондай онлайн займдарды жаңағыдай ешқандай заң бұзушылық көрген жоқпыз. Барлығында 100% қойып қойған. Оған дейін болды 500%, 1000% дегенде көп адамдар оны төлеп. Енді біреу білсе, біреу білмейді ғой бұл заңды. Сондықтан да төлеп келе жатыр әліге дейін. Сондықтан тек қана сот арқылы бұл келісім шартты жаңағыдай жарамсыз деп табу. Сондай жаңағыдай онлайн займдар немесе автоломбард ұйымдар көбейіп кеткеннен кейін де азаматтық кодекске сондай өзгеріс енгізген шығар. Себебі сол 2018-де 100% деп нақты несін қойды. Қазір де қаптап кетті ғой өте көп автоломбардтар немесе жаңағыдай онлайн займдар
бірақ сол енді күтеміз осы жылы жаңағы шілдеде қандай заң шығатын. Автоломбардтар жаңағы машинаны алып алуға құқылы ғой олар. Иә, бұл жерде де өте қатты мән беретін нәрсе, сіз жаңағы келісім шартқа отырған автоломбард, яғни өзің компанияның атында ломбард деген сөз болу керек. Соған қатты мән беру керек. Себебі, мысалы үшін қарайтын болсаңыз, ломбардтың ломбард екен, банктың банк екен, біз қайдан білеміз? Атауына қарап білеміз ғой. Мысалы үшін Халық банк, Каспий банк, немесе Евразийский банк деп, бұлардың барлығы банктер. Ломбардтарды көргенде де солай. Мысалы үшін М ломбард, тағы да басқа Кристалл ломбард, оның ломбард екенін біз білеміз атауынан. Заңда атау солай болу керек. Олар, иә, солай. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік М ломбард. М ломбард, иә. Олар мынау жаңағы ұлттық банк тарапынан солай жаңағыдай шектеу қойып қойған. Ломбард болсаң, демек сен өзің компанияның атауына ломбард деген сөзді қосасың. Сен микрофинансовый организация болатын болсаң, КМФ, мысалы үшін МКО КМФ деп айтылады. То МКО КМФ. Яғни микрокредитная организация екенін білуге болады. Яғни бұл ұлттық банк тарапынан. Ал ондай болмаса сонда? Ондай болмаса сондай келісім шарттарды жарамсыз деп тауып жатырмыз бұл арқылы қазір. Себебі ломбардсыз ломбард емессіз. Иә, болады. Ломбард емессіз, бірақ сіз ломбардтың жұмысын жасап жатсыз. Сізге ұлттық банк ешқандай да сондай ломбардный жаңағы деятельностьпен жаңағыдай айналысуға ешқандай рұқсат берген жоқ. Бірақ сіз ломбардтың жаңағы несін жасап жатсыз, жұмысын жасап жатсыз деген. Сол жағдайда егер оны көп адам мысалы үшін түсінбейді да, жоқ ол компания ломбард. Мен айтамын, сіз келісім шартты жіберіңізші маған. Келісім шартта то бірдеңе деп жазылып тұрады. Мен айтамын, олар ломбард болса, ломбардты біз ломбард деген қайдан білеміз? Демек компанияның атына ломбард деген сөз қосады. Қосылмаса деген жаңағы қосымшаны алу үшін де ол кәдімгідей жаңағы ұлттық банктан несінен өту керек. Алдын, иә, осы егер қателеспесем соңғы 4-5 жылға дейін ұлттық банктан лицензия алу керек болатын. Бірақ қазір лицензияланбайды, ол ломбардный деятельность. Бірақ сіз ұлттық банкты жаңағы уведомление жасайсыз. Мен осылай ломбард, ломбард, жаңағыдай ненің барлығын өткізесіз дегендей, уставтың бәрін өткізесіз, мысалы үшін юстицияға, иә. Сол кезде уставта жазылып тұру керек, яғни сіз ломбардный деятельностьпен айналысасыз деген. Содан кейін ғана барып, сіз жаңа Нацбанкке, ұлттық банкке жазасыз, мен осылай ломбард болайын деп жатырмын деп, ұлттық банк жаңағыдай келісім берген жағдайда ғана барып, сіз ломбард боласыз. Ұлттық банктен сізге не келу керек? Хат келу керек. Иә, сіз ломбардсыз, ломбард болып жұмыс істейсіз. Одан кейін ғана барып, сіз ломбард ретінде жұмыс істейсіз. Белгілі бір сома төлеме олар? Ол жағын білмейді екенмін, қандай сома төлейді, немесе қалай не алатын. Бірақ алдын айтып тұрмын, лицензия алатын кезде, енді иә, ол кезде белгілі бір сома болатын. Лицензия алу үшін. Ал қазір жаңағыдай уведомительный порядок дейміз ғой. Мен ломбард болайын деп жатырмын деп жаңа уведомление жазасыз ұлттық банкке. Ұлттық банк сізге хат жіберу керек. Осы критериялар болған жағдайда ғана сіз жаңағыдай автоломбард немесе ломбард боласыз. Бәрекелді, керемет бір сұхбат болды. Тағы да алып қосарыңыз бар ма? Тағы да айтарыңыз бар ма? Каналымда көп сұрайтын сол жаңағы қайтыс болған несиені кім төлейді егер? Сол жерде қарапайым көбінесе халық шатасады. Мұрагер дегеніміз кім, мұра дегеніміз кім? Сонымен жаңағы банк айтты бізге төлейсің деп төлеп жатады көбінесе. Мысалы үшін балалары немесе қыздар қайтыс болып кеткен жағдайда, мысалы үшін жасы келіп қалған ата-аналар төлеп жатады. Оларға сіздің айтқан кеңесіңіз кішкене қалай айтсақ екен, авторитет емес, банктың айтқаны заңды деп ойлайдылар. Банк сізді жазбаша ешқандай айтқан жоқ қой, сіз төлейсіз деп, ауызша ғана айтты. Ал егер сол банкке барып жаңағыдай несиенің жағдайын көтеріп қарайтын болсаңыз,
жаңа қайтыс болып кеткен адам өзінің несиесін өзі жауып жатыр деген ақпарат шығады. Қайтыс болып кеткен адам өзі келіп несиесін ай сайын жауып жатыр деген ақпарат шығады. Соны көп адам білмейді да төлеп жүре береді. Ал егер сіз мұрагер болатын болсаңыз, атынан бір үйін немесе автокөлігін немесе зейнетақысын алып қалып, заң жүзінде мұрагер болатын болсаңыз, ол несиені сіздің атыңызға аударып береді. Барып көргенде несие сіздің атыңыздан төлем жатады. Сіз өзіңіздің иініңізді не қылып жазып барып төлейсіз. Әйтпесе былай жай ғана төлеу ол кісінің атынан болмайды. Болмайды. Соны күлкілі жағдай, шынайы күлкілі жағдай болғанда енді жылайтындай жағдай ғой, просто көп адам өзінің жаңағыдай құқықтарын білмейді. Қараңыз, мысалы зейнетақы мұрагерлікке ауысады дедіңіз. Сонда жаңағы кісінің кредиті 100 мың теңге болса, оның жаңағы зейнетақысы миллион теңге жатса, ол миллион теңге толығымен жаңа заңды түрде аты жаңа миллион теңге жаңа басқа кісіге ауысады. Мұрагерге ауысады, иә, ол жерде. Зейнетақыда жаңа сондай заң бар ғой? Бар, иә, нотариусқа барасыз, иә, нотариус сізден жаңағыдай анықтамаларды алдырады. Зейнетақысында қанша сумма бар. Содан кейін барып мұрагерлер кім? Ата-анасы немесе әйелі, бала-шағасы неше? Әйелі де бала-шағасы да болған жағдайда кім төлейді бұл жерде? Кімге мұрагер қалады? Мұрагер, иә, зейнетақыны кім алады? Заң бойынша, сол кісі төлейді. Егер барлығы бөліп алатын болса, енді бұл жерде енді өзара жаңа келісімге байланысты ғой. Егер ата-анасы бізге керек емес, сен өзің ала бер бала-шағаңа десе, онда бала-шағасы кәмелетке толмаған болатын болса, жаңа әйелі сол мұраны өзі қабылдап алады. Толығымен жаңағы зейнетақыны миллионды өзіне алады. Өзіне алғанда да жаңағы 100 мың теңге кредиті жабылады, 900 мыңы қолына түспейді, зейнетақы шотына аударылады. Солай ма? Жоқ, қолына түседі. Қолына түсе ме? Қайтыс болған кісінің зейнетақысы? Қайтыс болған кісінің, иә, мұрагеріне. Қолына түседі, иә, счетына түседі. Өзі көрсеткен счетына, яғни зейнетақы қоры жібереді. Және де сол несиені жаңағыдай аз сумма болатын болса, зейнетақыдан әрине төлеп тастауға болады. Мұрагерсіз себепсіз төлеуге міндеттісіз. Мұраға тек қана жаңағыдай зейнетақы қоры ол ақшаны беруге міндетті ма? Иә. Менде ондай ондай клиенттер болды, иә, берген, иә. Бірақ ол жерде жаңағыдай аз сумма болды. Аз сумма болды, несиеге қарағанда аз сумма болды. Сондықтан да мен оларға жаңа өзім кеңесімді бердім, ол зейнетақыны алудың қажеті жоқ деп. Себебі ол зейнетақыны алған екен, ол жақта жаңа несиені алуға тура келеді, төлеуге тура келеді деп. Сондықтан зейнетақыны тиіспейміз, несиені де тиіспейміз. Мысалы, жаңа зейнетақы қорындағы ақшасы 8 миллион, 6 миллион адамдарда бар. Ол да толығымен зейнетақы қоры ол кісіге толық шотына аударып береді. Иә, егер нотариусқа барып жаңа заңды мұрагер болатын болса, барлық жаңа құжаттар дұрыс болатын болса, иә, аударып береді. Бәрекелді, керемет.